Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып қазіргі заманғы менеджменттің үрдістері мен инновациялық тәсілдері. Цифрлық трансформация мен инновациялық тәсілдер арқылы басқарудың жаңа дәуіріне саяхат жасаймыз. Менеджменттің жаңа дәуірі бұл инновация мен технологиялар. Жаһандық экономиканың цифрландыруы басқару әдістерін түбегейлі өзгертуде. Технологиялық революция менеджменттің барлық аспектілеріне әсер етіп, ұйымдардың жұмыс істеу тәсілдерін жаңартып жатыр. Инновациялық экономикаға өту, яғни ақпараттық технологиялар мен цифрландыру басқаруда басты рөлге ие болды. Бүгінгі таңда кәсіпорындар цифрлық платформалар, бұлтты технологиялар және автоматтандыру жүйелерін белсенді түрде енгізуде. Қазақстанда инновациялық экожүйе дамуы Казинновation 2025 жылы 2 миллиард теңгеден астам грант бөлді. Бұл отандық өндірушілерге өз өнімдерін жаңғыртуға және жаңа технологияларды игеруге мүмкіндік береді. Инновация бұл болашақтың негізі, яғни цифрлық басқару орталықтары ұйымдарға нақты уақыт режимінде деректерді талдауға және стратегиялық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Дағдарыс жағдайында инновациялық басқару ерекше маңызға ие болады. Бұл кезеңде компаниялар икемділікпен бейімделу қабілетін көрсетуі тиіс. Қиындықтар мен мүмкіндіктер экономикалық дағдарыс жағдайындағы инновациялық менеджмент деп саналады. Дағдарыс кезеңіндегі инновацияларды басқару бұл қаржылық шектеулер. Біріншіден, қазақстандық кәсіпорындар қаржылық ресурстардың жетіспеушілігінен зардап шегуде. Инвестициялық көздердің тапшылығы инновациялық жобаларды тежейді. Жоғары құн, инновацияның жоғары құны мен ұзақ қайтарым мерзімі басты кедергілер. Көптеген компаниялар жаңа технологияларға инвестиция салудан тартынады. Өсіп келе жатқан қызығушылық, бірақ жаңа технологиялар мен нарықтар туралы ақпаратқа қызығушылық артып келеді. Цифрлық шешімдер бәсекеге қабілеттілікті арттыруда. Қазіргі менеджменттің негізгі инновациялық тәсілдері бұл заманауи басқару әдістері икемділікті, жылдамдықты және тиімділікті біріктіреді. Ұйымдар дәстүрлі иерархиялық құрылымдардан бас тартып, жазық және икемді модельдерге көшуде. Agile және Lean әдістерінің таралуы, жылдам бейімделу, нарық өзгерістеріне тез реакция және икемді жоспарлау, ресурстарды тиімді пайдалану, шығындарды қысқарту және өнімділікті арттыру. Өнімділік өсімі. Қазақстандағы ірі компаниялар Agile'ды енгізу арқылы өнімділікті 30% арттырады. Деректерге негізделген шешім қабылдау, яғни Big Data және аналитика. Менеджменттің тиімділігін арттыруда үлкен деректерді талдау шешуші рөл атқарады. Заманауи басшылар деректерге сүйене отырып, нақты және негізделген шешімдер қабылдайды. Нақты мысал, Білім Медиа Групп цифрлық платформасын дамытуда аналитиканы кеңден қолдануда. Бұл оларға тұтынушылар мінез құлқын болжауға және контентті жекелендіруге мүмкіндік береді. Стратегиялық басқаруда инновациялық құралдар, стратегиялық жоспарлау мен басқарудағы инновациялық құралдар ұйымдарға ұзақ мерзімді мақсаттарға жетуге көмектеседі. Цифрлық технологиялар стратегия әзірлеу мен орындауды жаңа деңгейге көтереді. Суыт талдау және балансталған көрсеткіштер жүйесі, яғни ұзақ мерзімді стратегиялар суыт талдау ұйымның күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктерін, қауіптерін анықтауға көмектеседі. Нақтылау және бақылау жүйедегі балансталған көрсеткіштер жүйесі стратегияны нақты өлшенетін мақсаттарға айналдырады. Нәтижелер ол ұлттық банк пен Асака банк жобаларын да қолдану арқылы тұрақтылық пен тиімділік айтарлықтай артты. Жасанды интеллект пен автоматтандыру әдісі шешімдердің сапасына, яғни қабылданған шешімдердің сапасын жақсарту арқылы адам қателіктерін азайтады және болжамдылықты арттырады.
Қаржы секторы, банктер мен қаржы компанияларында АИ тәуекелдері, жасанды интеллект тәуекелдері басқару, алаяқтықты анықтау және клиенттерге қызмет көрсетуде қолданылады. Өндіріс саласында Қазақстанда жасанды интеллект негізіндегі басқару жүйелері өндіріс салаларында кеңінен енгізілуде. Өнімділікті 40%-ға дейін арттыруда. Қазақстандағы инновациялық менеджменттің нақты мысалдары: отандық кәсіпорындарда инновациялық менеджмент тәсілдерін табысты қолдануда мемлекеттік қолдау және жеке бастамалар өндірісті жаңғыртуға және бәсекеге қабілеттілікті арттыруға мүмкіндік береді. Казинноваtions қолдауымен жүзеге асқан жобалар орын алды. Мысалы, Алина Групп мраморлы толтырғыш өндірісті жаңғыртуға 919 миллион теңге инвестиция тартылды. Жаңа технологиялар өнім сапасын арттырып, экспортқа шығару мүмкіндігін кеңейтті. Стеклосервис шығыны өңдеу өндірісінде инновациялық технологиялар мен модернизациялауға 1,2 миллиард теңге бөлінді. Автоматтандырылған желілер өнімділікті 2 есеге арттырды. Басқа табысты жобалар Казинноваtions 50-ден астам кәсіпорынға қолдау көрсетіп, олардың инновациялық әлеуетін арттыруға ықпал етті. Қорытындылай келсек, инновациялық менеджмент ол болашақтың кепілі. Себебі экономикалық өсу жағынан инновацияларды басқару экономикалық өсудің негізгі драйвері болып саналады. Цифрлық трансформация бойынша Қазақстанның цифрлық дамуы бәсекеге қабілеттілікті арттырады. Қазіргі таңда өздеріміз байқап жүргеніміздей, әлеуметтік желілерде кең таралуда. Шетелдік туристердің, шетелдік кәсіпкерлердің ой көзқарастары әлеуметтік желілерде бөліп, өздерінің ой көзқарастарымен бөлісуде. Цифрлық трансформация бойынша Қазақстан алдыңғы қатарда келе жатқандығын білеміз. Яғни цифрлық трансформация бізде оңтайлы және тиімді түрде енгізілуде. Оның көптеген көрсеткіштері бар, әсіресе банк жүйесінде. Дайындық кепілі, яғни бұл әрбір кәсіпорын инновацияны қабылдап, жаңа технологияларды енгізуге дайын болуы тиіс. Және стратегиялық басқару, яғни инновациялық тәсілдер ұзақ мерзімді табыстың кепілі. Инновациялық менеджмент бұл тек технологиялық емес, бұл ойлау тәсілі, ұйымдық мәдениет және үздіксіз даму. Назарларыңызға рахмет. Осымен менеджмент курсын аяқтаймыз.